Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін Лев Николаевич Толстой атындағы облыстық кітапхана төрінде Ыбырай Алтынсарин мұражайы басшысының орынбасары, ғылыми жұмыс жөніндегі орынбасары Өтелбаева Салтанат Амантайқызы, Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі, ақын, айтыскер бізде қонақта. Қош келдіңіз сұхбатымызға. Енді қазір өзіңіз естіп жатсыз, көріп жатсыз, оқы және жең байқауы, мынау жастарды оқуға біз шақырып жатырмыз. Осы байқау төңірегінде сұхбаттасатын боламыз. Енді сізге сөз кезегін берсек, өзіңіз жайлы қысқаша айтып кетсеңіз, және қай жанрдағы кітаптарды ұнатасыз, кітап оқуға деген көзқарасыңыз қалай, кітап оқуды қай кезден бастадыңыз деген сияқты сұрақтарға жауап берсеңіз. Рахмет. Енді Абай атамыздың өзі айтады ғой, адамның адамшылығы ақыл, ғылым, жақсы ана, жақсы ата, жақсы ұстаздан, жақсы құрбыдан деп. Мінекей мен осы кітап оқуыма, осы кітап оқуға құштарлығымды мына жас кезінен оятқан ең бірінші менің әкем десе де болады. Үйде біз енді төр бөлмеде кітап тұратын сіресіп, кейін оқыған кезінде, институтта оқып жүрген кезде жоғары оқу орнында менің ұстазым Сейіткен Жақметұлы, мінекей дәл сондай сөрені мынау кітаптың Сейіт ағамыздың үйінен көрдік. Студент болып жүрген кезде біз енді ғылыми әдебиеттерді іздегенде ол кісіде сирек кітаптар болатын. Сол кітаптың алу үшін, соны оқу үшін Сейіт ағайымызға баратынбыз. Сол кезде сол кісінің үйінен көріп, сол сіресіп тұрған кітаптарды көретінбіз. Ал енді ақыл ғылым деген, ақыл ғылым қайдан келеді? Ақылды болу үшін не істеу керек? Ол әрине ақыл деген ол кітапта. Кітап оқымасақ, біз енді ақылды болып жүруіміз ол неғайбыл. Және ол адамның өзі кітапқа деген сүйіспеншілігі мына бала кезінен қалыптасады деп ойлаймын. Енді ауылда, бәріміз ауылда өстік, ауылда атамызбен әжеміз дегендей, мен өзі әжемнің бауырында өскен қызбын. Біз каникул кезінде, демалыс кезінде қой бағатынбыз. Түске дейін ата-анамыз бағып келеді, түстен кейін біз бағамыз. Сол кезде кітапты арқалап барып, сол жақта қой жайылып жүреді, жақта кітап оқып өзіміз жататынбыз. Бір әдемі, бір демалыс. Мысалға мен өзім демалған кезде бір телевизор қарап, не болмаса тағы да енді демалыстың түрлері көп қой. Мен өзім кітап оқып, бір жақсы кітап тауып демалып жатсам, сол маған ең үлкен демалыс. Енді әркімнің несі әр қалай ғой. Енді сол бала кезімнен бастап кітап оқимын, әлде де оқимын. Енді қандай кітап оқисың дегенде, енді кітаптың түрлі әдебиеттерді оқимыз. Мен өзім 6 сыныпта оқып жүрген кезде ең бірінші оқыған кітабым Сәкен Жүнісовтың Ақан сері Ақтоқты. Соның 2 бөлімін оқыдым, 2 том оқып, оған қызығушылығым оянып. Ал егер менің өзі мынау тілге, осы қазақтың әдебиетіне құштарлығым, және өзімнің әжемнің де ақылдарынан, кішкентай кезімде мен жазу білмеймін, оқу білмеймін, маған кітапты оқып бер деп әжем алып келеді. Сол кезде жаңағы Айман Шолпан, эпостық жанрлар бар, батырлар жырлары бар, кейде Батаны да оқимыз, соны әжеме оқып беремін. Соған әжем тамсанып, соған кәдімгідей мені мақтап, марқайтып, енді сол да бір стимул шығар, ол да бір тәрбиенің түрі деп ойлаймыз. Ал негізі мынау кітапқа құштарлық енді кейінде басында ата-анаңыз енді оқы деп айтып, енді адам болсын дейді ғой. Барлық ата-ана өз баласына адам болсын дейді. Сол кітап оқы дейді. Кітап оқымасаң, өмірде өзіңнің жолыңды таба алмайсың. Және жақсы кітаптың өзі өміріңді жақсы жаққа қарай өзгертеді дейді. Жақсы кітап сенің өміріңді, тағдырыңды да өзгертіп жіберуі мүмкін. Мысалы, адам кейде адасып жүрген кезде, енді ойы бір тығырықтан шығатын кезде, бір шешім таба алмай тұрған кезде, бір жақсы кітапты оқи қойсаң, ақылды кітаптан таба қоясың. Оның өзі бір кітаптың нағыз ғұламалық, нағыз бір жол сілтейтін, нағыз досың, және айнымайтын, сен ешқашанда сатпайтын досың. Бұл әрине кітап қашанда. Біз енді қазір кезде енді көптеген жаһандану кезінде біз өзіміз жаңағы техникалық бір мүмкіндіктер барлығы дамып жатқан кезде біз бәрібір кітапқа
жүгінуіміз керекпіз. Жаңағы кітап оқудың да қазір түрлі әдістері бар ғой. Қазір мысалға аудио кітаптар да бар, электрондық кітаптар да бар. Жаңа түрлі жаңа QR кодтан қарап қойып жаңағы бейнетіп сөйлететін де кітаптар түрі бар енді. Ал негізі енді өзің кітапты оқып жаңағы бір дәстүрлі дейміз ғой, бір сол бұл адамның өзі бір рухани ләззатты кітаптан алу керек деп ойлаймын. Сол. Я қазір кітап оқудың да енді түрлі несі болып тұр ғой, бұрынғыдай жалғыз кітап емес. Электронды оқып жатады, аудио тыңдап жатырмыз деп, міне қазір осы оқы және жең байқауына балалар көбісі қатысып жатыр. Енді осы оқы және жең байқауы міне осы екінші кезеңі өтіп жатыр. Екінші кезеңінде уже үшінші аяқталуға қалды, үшінші кезеңі. Осы оқы және жең байқауының пікіріңіз қалай осы байқауға? Енді мен осы байқаудың жалпы осы жоба жайлы біздің өңірде өтіп жатқанына өте қуандым. Және бірінші рет болғанның өзінде де қандай керемет қатысушылардың саны өте көп, артып жатыр. Екінші мәрте өткізіліп жатыр. Онда да өте көп. Оның барлық біз енді әлеуметтік желілер болсын, басқа да көздерден оқып біліп жатырмыз. Яғни оның ұсынылған кітаптардың өздері де сан қилы жаңа өте қызықты шығармалар. Енді мен осы мынау ұсынылған кітаптардың өздері де мен қарап отырмын, енді қандай кітаптарға атап жіберсеңіз егер. Жаңағы Сәуле Досжанованың Ауылдан шыққан миллионері, сондай-ақ жаңа Құланның ажалы Ақан Нұрмановтың, сондай-ақ Мұхтар Мағауиннің Шақан шері, қандай керемет кітаптар ұсынылып отыр. Осы кітаптарды оқысаңыздар өкінбейсіздер. Мысалы Сәуле Досжанованың өзі жаңа көркемдік не жағын алып қарайтын болсақ, енді көркемдігінен гөрі жаңағы оның бір жастарға бір нақты стимул беру, оны бір жігерлендіріп жіберу. Осы барлық миллионерлердің барлығы ауылдан шығады екен. Ауылдан шығады, ол қандай жаңа табандылық болу керек, өзінің қандай мақсаты болу керек, сол жолға жетудің қыр-сыры қандай. Негізі сол өте қызықты шығарма. Бұл шығарманы жақсы көп айтып жатыр. Сондай мен жастар өте қызығады деп ойлаймын. Өнер көзі халықта дейміз ғой, ел іші өнер, кен іші дейміз. Ауылдан да миллионер шығады екен. Нағыз жерде ғой барлық байлықтың барлығы. Соны айтуға болады. Сондай-ақ енді мен жақсы көретін жазушы шығармаларын өте сүйіп оқимын. Мұхтар Мағауин, жаңа тарихи шығармалар жазған. Сондай-ақ Шақан шерінің де жаңа табиғат пен адамның арасындағы үйлесім, табиғатты біз бағындырамыз деп, табиғаттағы бір тепе-теңдікті бұзған кезде қандай жағдайға, қандай трагедиялық жағдайларға ұшыраймыз. Мінекей жаңа Шақанның өзінің табиғаттың күшін біліп, жаңа оқыған сызу болмаса да, бірақ жаңа қыр-сырларын біледі. Негізі біз этнопедагогика дейміз ғой, барлық тәрбие дегенін біздің ауылда мысалға жатыр. Ата әжеміздің, әке шешеміздің ақылы, берген батасы, солардың барлығы үлкен бір философия. Біз оны тану, аңшылықтың жаңа қыр-сыры қандай деген секілді. Соны Құланның ажалда енді бұл енді керемет Ақан Нұрмановтың шығармасы, жаңа Құланның сол кездегі бір шындыққа құрылған керемет шығарма. Енді оның көркемдік тілі де бір жағынан, мысалы біз ең бірінші кітап оқыған кезде жалпылама мазмұнын түсініп оқимыз, кейін мысалы есейген кезде бір кітапты қайтарып оқығың келеді. Өйткені жаңағы оған басқаша қабылдаумен, жаңа көркемдік жағын қарайсың, қандай әдемі суреттеулер, оны жаңа философиялық жағынан қарайсың. Мысалы мен өзім енді көркем әдебиетті енді көп оқисың ғой, бірақ оның ішінде кей жағдайда уақыт болмай жатады. Енді уақыт болған кезде кітапты оқисың. Сонда мен Мұхтар Мағауиннің Көк мұнар деген шығармасын айтар едім. Өте керемет. Қазіргі әсіресе оқитын жастарға, оның ішінде түрлі шиеленістер, жастар жаңағы енді махаббат, зұлымдық, сатқындық, өзің қандай тұп-тура тап-таза болып жүріп бір кедергілерге ұшырап кетуі мүмкін. Енді адам өз ниетімен ғой, өзің ниетің дұрыс болса, өзің жақсы адам болсаң, негізі ол міндетті түрде жақсылық көресің. Адамның өзі, ал жақсылық жасау үшін адамның ең бірінші ойы да таза болу керек, жаны да таза болу керек. Соның тазалықтың барлығы мінекей көркем шығарма негізі бізді жақсы адам болуға жетелейді. Енді мен осы Көк мұнарды өте тебіреніп оқыдым. Оның ішінде қаншама философиялық ойлар бар. Өмірге ғашық адамның негізі күлкісінде ешқандай кірбің болмайды дейді. Өзі бақытты адам
ешқашанда жаманды ойламайды, бәрі тек қана жақсылықты ғана көріп тұрады. Біз негізі жақсылықты көруге тырысуымыз керек, бір бірімізге бір жақсылық жасау, тура жолмен жүру. Мінекей қанша жерден жаңағы бір мақсатқа жету жолында өзің бір жолдан тайқып жатсаң, сен бәрібір түбі әділеттік жеңіп тұрады. Әділеттік жеңіп тұрады, ол жақсылықтан жақсылық көресің. Абайдың өзі айтады ғой, жақсылықтан жамандықтан жаңа арамдықта жамандық көрмей қалмас, мүмкін сынбас, бір күні сынар шөлмек деп. Ол әрине бірде құтылып жатсаң, екіншіде кедергіге ұшырап, одан бәрібір жамандық көресің. Сол себептен де мінекей біз әлемді жақсылыққа үндейтінді және жанымызға рухани ләззат беретінді, мына өмірді сүюге, мысалы құштарлығыңды арттыруға, өзің бір жаңағы жақсылыққа жету жолында осындай жақсы кітаптар сондай адамды шабыттандырады негізі. Енді абай жолында мысалы қайтадан оқу керек, оқысаңыздар, оны тағы да қайталап оқысаңыздар қандай керемет. Енді мен тағы да бұл жерде айтқым келіп отыр, жаңа айтып жатырмыз ғой, этнопедагогика деп, жаңа халықтың тәрбиесі деген. Біз енді қазақтың баласы болғаннан кейін көп жағдайда енді қаладан өскен бала бар, көбісі ата мен әжені көрмеген балалар бар, ата мен әженің ақылын алмаған балалар бар деген секілді, бесікте жатпаған балалар бар дегенде енді бесікте жатып тербету емес, оның жағында біздің әрине бір ұлттық бір құндылықтарымыз, сол өзіміздің отбасымызда дамитын, бойымызға даритын секілді ғой. Мен айтар едім, Сейітке Рахметұлының «Жеті қазына» деген кітабын алып оқысаңыздар. Бұл деген адамгершіліктің әліппесі. Оның үстіне мысалға 100 тағылым деген бар. 100 тағылым. Біз жаңағы мотиваторларды оқып жатырмыз ғой, қазір көптеген мотиваторлар, қалай мынау неге жету керек, қандай бір жоғарыға шығу керек деп. Жоғарыға шығу, өзіңді жаңағы биікке шығу үшін сондай кітаптарды оқысақ, бір тілге жеңіл, сондай ойға орамды жақсы кітаптар бар. «Жеті қазына» деген оқысаңыздар, мен соны кеңес беретін едім жастарға. Оның ішінде қандай қазақтың дәстүрлері бар, жаңағы айтып жатырмыз ғой, 5 асыл ісіміз, жаңағы қазақтың бір салт дәстүріне байланысты тыйымдар, оның ішінде не істеуге болмайды, бата алып жүру керек, қарғыс алмау керек деген секілді. Ал өмірде қарғыс алған адам, оның жолы болуы неғайбыл. Тек қана адамның жақсы сөз есту керек, әлемді сүю керек, жаның таза болу керек. Оның барлығы мінекей осындай жақсы кітаптардан үйренесіздер. Оның жай сөзбен ғана емес, соны іспен дәлелдесек, әрекет жасасақ, оған сол жолға жетуге. Мінекей Абайдың менің өз үйде менің әкеме туған інісі Абайдың кітабын сыйлаған екен, жас кездерінде, бір 54-ші жылы дискіде шыққан кітаптар. Абайдың сол кітап менің әкемнің қолында тұр. Бізде сол жаңағы сөреде тұратын ең бірінші сол кітапты біз ашамыз, оқимыз, кейін мектепте оқып жүрдік, бірақ кейін жаңағы ішіндегі жақсы ой, орамды сөздерді мен жаттап алып жүрдім. Абайдың барлық өлеңдерін жаттамасам да, кішкентай кезімде өзім ұнап қалған жерім. Мысалға, адасып алаңдама, жол таба алмай, бері түзу жолға шыққан алмай, не ғылым жоқ, немесе еңбекте жоқ, ең болмаса кеттің ғой, мал баға алмай дейді. Неке не ғылым жоқ, не еңбекте жоқ, ең болмаса мал баға алмай кетсең, өмірде кім болғаның, мысалға, иә. Сол себептен де адам өз өмірден өзін табуға әрекет қылған дұрыс. Оның әрине ол ақыл ғылым, барлық адамзаттың өзі енді мынау артықшылығы оқу білімде артық білім ол әрине кітапта деп ойлаймын. Енді жаңағы «Көкмұнар» деген Мұхтар Мағауиннің шығармасы өте керемет шығарма, соны оқысаңыздар тіпті жақсы. Оның ішінде айтады салыстырмалы түрде адамның өзін, маған өзіме ұнаған жерлерін айтып жаттым сіздерге. Адамның өзінің айтамыз ғой, Алла жалғыз деп айтамыз ғой, енді біздің мұсылман дінінде. Бірақ адам өзі неге Аллаға ұқсауға әрекет жасам, қорықпау керек дейді. Аллаға ұқсауға. Ол қалай, немен ұқсайсың Аллаға? Сен өзің, мен барлығын кеудеңді керіп, тәкаппарлық жасап, өзің мен бәрінен де артықпын деген емес. Ол деген жаңа көркемдігіңмен, мінезіңнің көркемдігіңмен, жаңа кешірімділігіңмен, мейіріммен. Алланың құдіреті шексіз ғой. Сенде де Алла берген бір шексіз мүмкіндік бар.
талантсыз адам болмайды. Оны жаңа дамыту жолында өзіңді өзің дамыту, оның ойыңды дұрыстау, сөзіңді дұрыстау, бойыңды дұрыстау, мінекей оның барлығы адамның бір құдірет екені. Өзіңнің құдіреттілігіңді сезінсең, өзіңнің мүмкіндігіңді білсең, жаңағы өзіңді өзің танып біл деген ұстаным ғой. Соны философиялық сондай бір ойға саяды. Жақсы ойлар бар. Енді мен оның мазмұны да жақсы өзінің, бірақ жаңағы бір философиялық сондай бір ойлар айтқан кезде кәдімгідей көзқарасыңды өмірге деген өзгертіп жібереді. Сол кітапты кітапханадан алып оқысаңыздар болады деп ойлаймын. Бар білім кітапта, тәрбие кітапта, дегенмен кітапты оқу керек. Енді мынау өзіңізге бір қай жазушының шығармасы жаныңызға жақын? Бір қайта бір оқыған шығармаңыз болды ма? Мысалы, кейде болады, бір адамдар кітапты 5 рет оқыдық, 3 рет оқыдық деп жатады. Сондай бір жаныңызға жақын қандай шығарма болды? Енді мен шығармады, мен қайталап оқыған шығармам болды. Жаңа сөздің басында айтқандай, Абай жолын қайталап оқыдым. Сондай-ақ енді қазіргі кезде көркем әдебиеттер оқимын. Енді әдебиеттің өзінің жаңа жандылары әртүрлі ғой. Мысалы, ғылыми әдебиеттерді оқимын. Қазір енді өзімнің жұмысыма байланысты, өзім қызметіме байланысты жаңа ғылыми әдебиеттерді, зерттеулерді қазір оқимын. Енді оларды қайта оқуға тура келеді. Өйткені жаңағы бір деректер болады, салыстырмалы түрде түрлі әдістерді қолданып оқисың. Ал негізі енді көркем әдебиетті оқу керек. Қазіргі кезде біздің жастардың, көбінесе қазақ жастарының тіл байлықтары, сөйлеу мәнері, егер де көп оқитын болсаң, жаңағы ол кітаптан қарап, кітаптың қазақтың өзі бай тіл дейді ғой. Мұхтар Әуезов айтады, қазақ тілі бай көркем тіл деп. Қазақтың бай көркемдігін сол көркем әдебиеттен оқимыз. Мен әрине Абай жолын қайта оқыдым. Жаңа бір оқыған кітабын қайта оқып деген. Енді түрлі жанрда қазақтың мынау авторларын оқимын. Мәшһүр Жүсіпті оқып жатырмын қазір арасында. Сондай-ақ Ілияс Омаровты, қандай керемет тұлға, өзіміздің жерлесіміз, қандай керемет мықты тұлға болған. Мен соны бір үлгі қылып қоятын едім. Қазіргі кезде жаңағы басшылықта жүрген азаматтарға Ілияс Омаровқа ұқсаса, оның тазалығы, өзі мынау ұлтқа жанашырлығы, шын жанашыр. Бізде Ыбырай Алтынсарин дейміз ғой, Ыбырай атамыз қазақтың шынайы жанашыр болып, ол жаңағы Орынборда оқып жүрген кезде, енді оның программасының өзінде, Орынбор шекаралық комиссиясында оқып жүргенде, осы қазақтың балалары оқысын деген жоқ қой. Енді оқысын дегенде олар басқа мақсат болды, жаңағы отарландыру саясаты, отаршылық кезіндегі саясат. Бірақ Ыбырай атамыз не істеді? Ол жаңа Григорьевтің кітапханасын пайдаланды. Григорьевтің кітапханасын оқып, өзін өзі жетілдірді. Жаңағы әлемнің ғұламаларын оқыды. Мінекей сол арқылы мықты педагог болды. Жаңа Ушинскийді оқыды, жаңағы Паульсонның қазақ хрестоматиясын жазған кезде сол әлем ойшылдарының ойларын пайдаланып, біздің қазақтың балаларына ықшамдап, қазақтың менталитеті дейміз ғой, қазақтың жанына жақын қылып сондай шығармалар жазды. Ұлылығы сондай оқу арқылы ол Ыбырай болды. Және сол өзі бойындағы барлық асыл қасиеттерінің барлығын өзі әрекеті арқылы сол қазаққа жеткізді. Негізі мен осы өнер білім бар жұрттар деген шығармасын білесіз ғой, Ыбырай атамыздың өнер білім бар жұрттар, Тасан сарай салғызды деп. Өнер білім бар жұрттардың түбі қолындағы бар мүмкіндік бар екенін көрсетті. Бір Құдайға сыйынып, кел балалар оқылық деп. Оққанды көңілге, ықыласқа тоқылық дейді. Сол сияқты мен де Ыбырай атамыз секілді кел балалар оқылық деп айтқым келеді. Мен енді өзі балаларыма да кітап оқыңдар деймін. Және мен Абайдың айтқан ақылдардың барлығын жаңа балаларым ақыл қылып айтып жүремін. Және өзім жаңа қазіргі кезде мүмкіндіктер, кітап дүкендері бар. Кітапханаға келсеңіздер, қандай мықты керемет кітаптардың барлығын тегін оқисыздар. Тек қана келесі кітапхананың есігі ашық, қандай керемет. Өздеріңізге жандарыңызға жақын кітапты байлықтың үстіне топ ете қалдыңыздар. Мысалы, ең бақытты деп ойлаймын. Ал жаңағы мен тағы да Ыбырай жайында айтқым келеді. Осы кітапхананың ісінің басында тұрған ол әрине Ыбырай атамыз. Қандай сондай тұлғаға ұқсауымыз керекпіз. Абайдың өзі айтады, болмасаң да ұқсатпақ деп.
біз әрқашанда жақсыға ұқсауымыз керекпіз. Ол адам өзі век живи, век учись дейді ғой, жаңағы орыстардың сөздері бар ғой. Сол секілді өмір бойы оқу керек адам. Мынау миы да жетілдіріп отыру керек, адамның ойы жетілдіріп отыру керек. Спортсмендер жаңағы өзін жетілдіріп отырады, шынығып отырады ғой. Сол сияқты біздің миымызда жетіліп отыру керек. Жаңағы мүмкіндіктің барлығы, заманауи жетістіктердің барлығы бір орында тұрған жоқ. Олар дамып жатыр. Егер де оқымасаң, жаңағы өмірдің бір ағысынан қалып қойғандай боламыз. Мысалы, қай жаста болсын, үлкен бол, жас бол, кәрі бол, қандай жаста болсын, адам оқу керек деп ойлаймын. Ол мысалы шығармашыл адамдарға да оқу керек. Өзіңнің мүмкіндігің жақсы болса, жаңа кітапқа деген құштарлығың болса, ол әрине кітап қашанда бізді жатырқамайды. Ол деген біздің нағыз досымыз, шынайы жанашырымыз. Жар жолда тастап кетпейді дейсіз ғой. Жолда тастап кетпейтін, ол әрине кітап, әдебиет. Енді ұлы аталарымыздың өзі ізденіп жүріп кітап оқып осындай жағдайға жеткен. Сондықтан енді мына балаларға айтарымыз, сіз айтқандай кітапхана ашық. Қандай кітап оқимын десе де, мысалы өз еріктерінде. Енді мына осы оқы және жем байқауының мына ынталандыру сыйлықтары қаншалықты оқырманды өзіне тартады деп ойлайсыз? Енді сыйлықтарды өте жақсы, енді қомақты деп ойлаймын. Ол енді әрине өзің еңбектеніп оқысаң, жаңағы бір осының жеңімпазы болу деген, ол деген бір үлкен мәртебе деп ойлаймын. Ол жаңағы 1000-нан жүйрік шығу деген. Ал тіпті жаңағы 1000-нан жүйрік шығып бірінші орын алмасаң да, одан ұтылмайсың. Өйткені қаншама жаңа рухани дүние жаңағы бойыңда сол бар сақталып қалады, өзіңе азық болады. Өмірде мал жұтаса да өнер, білім деген ешқашан жұтамайды. Одан тек қана жақсылық көресің деп ойлаймын. Сол себептен қатысқанның өзі бір жеңімпаз деп ойлаймын. Кім қатысса да ол өзін жеңімпаз сезіну керек деп ойлаймын. Өйткені жаңағы кітаптан алатының бар, кітаптың саған беретіні бар. Оны бойыңа қалай тоқисың, оны қалай пайдаланасың, ол адамның өзіне байланысты деп ойлаймын. Енді Салтанат Амантайқызы, ақынсыз, айтыскерсіз. Осы мына бүгін біздің келген қонақтарымызға кітап оқыңдар, не болмаса жаңағындай кітап оқуға шақыру жөнінде бір суырып салма өлеңіңізді жолдап жіберсеңіз. Табан астында ма? Иә. Қалса егер айтқан сөзім ұран болып, жүр деймін, тек кітапқа құмар болып. Бұл өмірде кітапты оқымасаң, болашағың қалады тұман болып. Ал егерде кітапты оқып жүрсең, самғайсың тек биікте қыран болып. Үлкен рахмет, тамаша. Енді бүгін осындай бізге алтын уақытыңызды бөліп, рухани азықпен бізді сусындап кеткеніңізге үлкен рахмет. Өрлей беріңіз, өсе беріңіз, кездескенше. Рахмет, сіздерге рахмет. Осындай керемет кітапханаға шақырып, облыстық ғылыми кітапханаға шақырып, осындай жастармен бірге жүздесіп, осындай кездесу жасап жатсыздар. Сіздерге үлкен алғысым шексіз. Рахмет.